Құрметті көрермендер, егер де сіздің де балаңыз дәл осындай керемет сұхбат берсін десеңіздер, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздердің жұлдыздарыңызды бірге жағуға әзір. Келіңіздер. Сәлем, бізді көптен күткен не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендерім, сіздермен мен Қазбек Досбек. Біз бастаймыз. Сен өскенде кім боласың? Өскенде менде көп ақша болады. Қанша ақша болады? 100 теңге. Жаман көп емес пе ол 100 теңге? Ол 100 теңгеге не істеуге болады? Не алуға болады? Машина. Тағы не алуға болады? Күшті кроссовки. Қымбат жип. Қымбат жип аламыз 100 теңгеге. Тағы не келеді 100 теңгеге? Қымбат костюм аламыз. Қымбат шапка аламыз. Қымбат телевизор. Осының бәрін біз 100 теңгеге ала аламыз, ә? Не деген бағасы күшті 100 теңге. 100 теңге рахмет саған. Сен үйде бірдеңе білдіріп алсаң, кім ұрсады саған? Анам ұрсады. Не деп ұрсады? Көзіне қарап жүрмейсің ба, не істедің бе? Анам. Қалай ұрсады? Бұны неге сындырасың? Мен бұны кеше ғана сатып алдым ғой деп ұрсады. Әрине, мамамнан басқа ешкім ұрыспайды. Мамаң қалай ұрсады? Түрі ондай болмайды, түрі өзгермейді. Дыбысы қатты шығады. Түрі өзгермей ма? Түр бермейді ғой жаңағы жерде. Ой тоба, е? Ана қағыз бір күні қоймайды, аяқты бұлай сұрмайды, аяқты бұлай дастарханның алдында сотқа шықламайды деп. Мамам. Мамаң қалай ұрсады? Қайтеді? Не сындырасың, а дейді? Қойшы, сөйтіп ұрса ма? Сен не дейсің? Үндемеймін. Үндемей отырам, айтамын өткен не болсын. Папам и мамам. Олар қалай ұрсады саған? Сен алып төктің деп, басымды жарам деді. Басың жарам дей ма? Сен не деп айтасың сөз? Мен айтам жоқ деп. Ұрсады ғой мама. Қалай ұрсады? Түрін көрсетші, ашуланғаны қандай болады? Істемеймін ғой. Бүйте ма? Қайтеді? Көз ашып, қорқамыз. Таманға тұрсады. Қалай енді айтсың? Оқтамай отырады. Оқтамай ора ма? Сосын? Көз қояды дейді. Мама. Мама қалай ұрсады? Нені алады? Тақтайды. Сен бала не қылдың ана, өлтіремесең газ қашпа деп. Бала ұрады. Қорқып кетесің ба? Сосын не істейсің? Қашам. Сосын? Үйді айналып жүрім. Қашам. Сосын кешірім сұрап, бәрі жақсы болып кете ма? Давай сені әкім қыламыз. Бола ма? Боласың ба? Бірақ мен өскенде дәрігер мен актриса болғым келеді. Әкім болмайсың ба не? Боламын. Не аласың ана екен тоста әкім болсай, халыққа үй берсей. Болды әкім боласың, Нұрай әкім болады деп жазып қойым. Ама? Ал сен папаң, мамаң, Бағдәулет саған осындай бір мүмкіндік берейін деп тұрмыз. Сен кез келген нәрсені айт, біз соның бәрін істейміз деп отырмыз десе. Бірінші не істетіп аласың ата-анаңа? Ата-анаға шу берем. Ау? Ата-анаға шу берем. Мамашы тамақсыз шешін шашап кетсе, мен оған өзім тамақ берем. Балаларды қорғау күні қай күн? Балаларды қорғау күні білмеймін. Оны кім ойлап тапқан? Білмеймін онда. Білмеген дұрыс болып тұр ғой. Маусымның бірі. 9-шы мамыры. Жоқ жеңіс күні ғой. Білмей ұмытқым. Өтіп кетті ма? Білмей? Өтіп кетті ма? Оны кім ойлап тапқан балаларды қорғау күні деп? Өзім. Сен ойлап таптың ба? Соны ойлап атқан кезінде не істеп атқан ең? Білмеймін. Сен? Қойшы, осы күнді ойлап таптың деп шығара салдың ба? Білмеймін оны, есіме шығып. Негізі білесің ондай мейрам бар? Бар екен білем. Мама, папа, мен сендерді рашу көрем. Сендерде көп ақша болсын. Сенің өзің қызың бар ма? Жоқ па не? Мүлдем, ұнайтын қыз бар ма? Жоқ па? Өткен кезде алады дедім. Сен 30 жасқа келгенде не істейсің? Балдарым қызықтарын көрем. Басқа не істеймін?
30 жасқа келгенде анама күтім қараймын. Жоқ, ата-анама күтім жасаймын, және де ол кезде басқа да істер істеймін. Жұмыстарымда бастығы болуым келеді. Соған 30 жасқа мен сабаққа барам. 30 жаста әлі сабақ оқып жатсың ба сен сонда? Я, мен бірінші класты бітірдім, и потом екінші класты ютубер болып істеймін. Әлі пландастырмадың ба? Бала шағамды бағып, ата-анамды бағып жүрем. Мамаң мен папаң саған айтса, Сұлтан, сен кез келген нәрсені айт, біз соны орындаймыз десе, папа мен мамаға не істетіп аласың бірінші? Ештеңе. Неге? Сол. Досың сенің бір бағалы нәрсеңді алып қойса, қанша уақыт онымен араласпай, дос болмай жүресің? 5 күн жүр. 5 күн? Неге? 5 күн ол екеуміз мектепте де дос болдық. Сол 5 күнде ашуың шығып кете ме сонда? Ұмытып кетесің бе бәрін? Егер сол Ақниет сенің ойыншығыңды, ақшаңды сенен тартып алса, не болады? Мен дос болмаймын. Қанша уақыт? Біз бір-бірімізге ұрсамыз, бірақ келесі күні қайтадан достасып аламыз. Қанша уақыт дегенде 1 сағатта қайтарып беремін. Өзі қайтарып береді. 1 сағат. 1 сағатта қайтадан кеш жете аласың ба? Неге? Өйткені жақсы, ең қатты жақсы көретін құрбым болсам, енді одан басқа ешкім дос болсам, мен кіммен ойнаймын? Көңілсіз болады. Бір күнде. Бір күннен кейін кеш жете аласың ба? Араласпаймын. Қанша уақыт араласпай жүресің? Араласасың ба, араласпайсың ба? Жоқ, араласам. Қойш, араласа бересің бе сонда да? Жоқ, бірақ сұрау керек қой. Алдым ба, ерекше ма деп сұрайды ғой. Еркекше десе. Алдым мен, ал. Бетіңе бағырайып тұрсын. Онда сұрап алып, үйге қойып қоям. Араласасың ба, сонда Бірақ араласам, жан досым ғой. Қандай жануарлар дейді саған? Арыстан, Арыстан? ит, Ит? сөйтіп ат. Үшеуінің дауысын сап берші бізге. Қалай болады? Оп! Аттың дауысы ше? Деп қатты сөйлейді. Сон Бекенттегі Арлан деген бала ұқсап келді. Соған ұқсаған келе ма? Неге, не себепті? Оның ұнайтын естелігіндері солар. Әзілдері ұнай ма? Брат или братта адамдар білем де, атын білмеймін. Несімен ұнайды олар? Дәурен Серғазин. Бас рөлдегі кейіпкер, е? Сол ұнай ма? Әбу-Насыр Серіков бар. Тәуекел Мүсілім. Тәуекел Мүсілім. Құралай ханым бар. Несімен ұнайды? Күлдіріп ойнайды. Қандай актерларды білесің? Кім еді? Кім еді? Есіме түспей жатыр сәл. Кім еді? Білетінен ғой сен, е? Білетінен. Білетінен ғой сол, мен де білем ғой сол. Сәл есіме шығып жатыр да. Әйтпесе білетінен ғой сен. Кім еді? Тілің ұшында тұр айтшыш. Таппай жатырмын ғой сол тілім үшін. Сол ғой, тілің ұшын. Тілің ұшында келген кезде қысқасы? Электр қуатына байланысты сантехник деген. Компьютерлер жөндейді, Wi-Fi-лер жөндейді, тоқтар істемей қалса тоқтар жөндейді, машинаны істемей қалса машинаны істейді, светін істемей қалса светін істейді, камераң, ноутбугың соларсын қалса жөндейді. Білмеймін. Жұмыс істеу. Оны білмеймін да. Үйді ремонттайтындарды соны білемін. Сантехникті білмейсің ба? Жоқ. Мысалы, үйдерде, бір пәтер жерде бірдеңе бұзылады. Сол кезде соны хабарласып шақырады.
Патежде? Иә. Не патеж деген? Патеж деген адамдар арендаға алып тұратын үй. Мен колонкамнан су ақпай жатыр деп, соны тексеріп бересіз ба деп, істеп бересіз ба деп шақырады. Соны істеп кетеді. Шахтер көмір қазады. Жерді қазатын адам. Жердің астын қазып, алмаз тастар алып жұмыс істейді. Құмдар тасиды. Бір таулардың арасында жол ашады. Жерде үмітіп алады, жоқта қымбаттарды алады. Жердің астында жер не істейді? Мысалға біреулер бар ғой, алтын тауып жүретіндер. Мамам, папам сізді жақсы көреді. Сен қызың бар ма негізі? Бар. Кім? Жасмин. Жасмин? Әдем ма? Әдем. Бояна ма? Табиғи сұлу ма? Жасмин туралы тағы басқа кім біледі? Ешкім. Ешкім білмей ма? Енді бәрі біледі. Айтып қойдық қой. Стюардесса. Оны точно білмеймін. Қойш, стюардессаны білмейсің ба? Иә. Стюардесса не екенін білмейді. Мен де білмеймін. Етай. Стюардесса. Ондай жалы естімеймін. Актер қандай болу керек? Эмоциясы бар болу керек. Және де рөлге беріліп ойнау керек. Сен өзің сондайсың ба? Иә. Вахтер ше? Вахтер? Білмейді. Жаңағы шахтерға ұқсайды, вахтер деген. Шахтер вахтерға ұқсайды? Неге? Өйткені екеуі де актер болып жатыр ғой, Оны білмеймін. Оны білмейсің ба не? Сен вахтерді білмейсің ба? Жоқ. Өлі. Білмейді екен. Алмаштар табады. Вахтер, оны білмеймін. Оны естімеген. Достық дегеніміз не өзі? Бір адаммен жақын дос болады ғой. Еш жаққа бөлініп кетпейді, соны дос дейді мысалы. Рөлді сондайды, телевизорға шығып, әрбір адамдардың рөлін сондап, телевизорға түсетін адам. Актер деген киноға түсіп, өзінің сөзін жаттап алу керек, өзінің қимыл әрекетін жақсы білу керек, жақсы істеу керек, қорықпау керек, нақты сөйлеу керек, режиссерда күліп қоймау керек. Кішкене режиссерді ұрып отырған қаптырып қойса жақ қоймау керек сондай. Оғанда театрда өнер көрсетеді. Актер не істейді өзі? Актер оқиды, мықты болады. Мысалы, киноға түсетін адам бар ғой, соны актер дейді. Даяршы дегеніміз кім? Даяршы деген асханада істейтін. Мысалы, мектепте де бар. Үзіліс кезінде барып, зат алып дейтін. Даяршылар сонда тамақ істей ма? Сол істейді оны айтады. Мен білетін даяршылар тамақ істемейді да. Даяршы. Онда білмейсің. Қуанады. Қуанады. Мен даяршымын деп қуанады ғой, ә? Тамаша. Сен папаңның мысалға бір мүмкіндік, керемет шанс саған. Тек бір күн. Кез келген нәрсені айтасың. Бізден отказ болмайды, барлығын жасаймыз. Десе, не істетіп оласың бірінші? Ойландырып қойыңыздар ғой. Кәдімгі ойланған тірлік қой. Үйді ремонттататын едім. Қойш, неге? Өйткені үй әбіржіп кетеді ғой. Сол кезде ремонттату керек, сол кезде әдемі болып, бай болып жүресің, ә? Қандай жануарлардан ұнатасың? Барс. Барс? Өзім жоғым барс қой, содан ұнатамын. Одан кейін арыстан. Біздің бағдарлама саған ұнады ма, қалдым? Ұнады. Несімен ұнады? Барлық жерінен ұнады. Не себепті ұнады? Өйткені бұл жерде кино түсіріп, сөйтеді, сұрақтар қояды. Сол үшін маған бұл жер ұнады. Не себепті ұнады?
Өйткені күн сайын жақсы видеолар, ұнайтын видеолар шығады. Иә. Не себепті ұнады? Көп мен білмейтін сұрақтарды қойдыңыз. Иә, ұнады. Несімен ұнады? Сұрақтарымен және күлкілі сұрақтарымен ұнады. Құрметті көрермендер, егер де сіз де балаңыздың осындай сұхбат берген қаласаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағуға көмектеседі.